Байдалы Айдаров атындағы номер 1 мектеп-лицейі қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, педагог модератор Қабдешова Ажар Оралбекқызы. Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Жақсы, отыра қойыңдар. Бүгінгі сабаққа дайынсыз ба? Көңіл күйлерің қалай? Жақсы болса, бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Джек Лондонның Мексика ұлы деген шығармасына арналады. Бүгінгі сабақ мақсаттары әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттау, көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекет арқылы образын ашу. Яғни, бүгінгі сабақта сендердің білетін шығарманың фабуласы мен сюжеттік дамуына қарай талдау жасау, және де осы шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау болып табылады. Бағалау критерийлері шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттайды, әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтайды. Жақсы, оқушылар, осы бөлімде біз осыған дейін қазақ әдебиетінің өкілдерін оқып кеттік қой. Өзіміздің төл шығармаларымызды оқып келдік. Енді біз осы бөлімде шетел әдебиетіне саяхат жасаймыз. Соның ішінде Джек Лондонның Мексика ұлы деген шығармасымен таныс боламыз. Джек Лондон тақтада көріп тұр оқушылар, қандай шығармалардың авторы екендігі. Қане шығармаларын кім оқиды оқушылар? Қандай шығарма жазған екен? Оқиға. Қасқырдың баласы 1900 жылы. Оның әкесінің құдайы 1902 жылы. Аяздың балалары 1902 жылы. Хан қызы 1906 жылы. Темір Мүкше 1912. Айлы Алқап 1913. Оқушылар 1926 жылы қазақтың аса көрнекті психолог жазушы Жүсіпбек Аймауытов Джек Лондонның Телегей теңіз атты шығармасын алғашқылардың бірі болып аударып жаңа мектеп журналының 4-5 сандарында жариялаған екен. Оның көптеген туындылары осы Жүсіпбек Аймауытов арқылы, басқа да жазушылар арқылы қазақ тіліне аударылған. Бүгінгі біздің тоқталатын шығармамыз солардың бірі Мексика ұлы деп аталады. Бұл шығармаға кіріспес бұрын бірінші болжау стратегиясы арқылы бұл шығарманың жалпы тақырыбы не жайлы болатынын бір қарап өтейік. Енді шығарманың мазмұнымен танысқан болсақ, мен сіздермен осындай бір ойын айтқым келіп тұр. Допты алған оқушы шығарманың желісі бойынша мазмұнын айту керек. Ал бастайық. Ривера елеусіз көтерілді. Көрермендердің шашыраңқы шапалақтары Ривераға сенімсіздігін айқын сездірді. Көрермендерге Ривера бөрі аузына тасталғандай жетім лақпен пара-пар болды, иә? Жақсы, логыңды бере ғой келесі оқушыға. Өзіне осы шапалақтан кейін сенімсіз болды. Және ол өзінің бұрышына жайғасып, өз қарсыласын тапты. Ағарай. Денни Ривераны ұзақ күттірді. Бұл ұзақ күттірген Ривераның қорқынышын одан сайын арттырды. Бірақ Ривера өзінің ұтатынына өте қатты сенімді. Жақсы. Ағарай. Ривера Денниді екі шайнап бір жұтатынын есінен ешқашан кетірмеді. Ол өз бұрышына жайғасқаннан кейін раунд міне басталды. Ривера өзінің не үшін келгенін, кім үшін келгенін біледі, ал Денни тек ақша үшін келген адам. Бірақ Ривераға соңында ақша ұсынды, бірақ Ривера ақшамен келіспеді. Ол тыңдамай Денниді жеңіп кетті. Шығарма сонымен немен аяқталды? Ривераның жеңісімен аяқталған екен. Өте жақсы. Барлығымыз оқулығымыздың 149 бетін ашамыз. Сол жердегі шығарманың үзіндісімен танысатын боламыз. Бұл шығарманың үзіндісімен таныса отырып, қазір 3 топ бойынша жұмыс жасайтын боламыз. Бірінші топ баяндаушы топ, өте мұқият оқыңдар.
сіздер қазір сізге шығарманың мазмұнын айтып беретін боласыздар. Ал сұрақ қойыш топ сіздер қазір осы шығарманың мазмұны бойынша бірнеше сұрақтар құрастырасыздар. Ал тыңдаушы топ осы құрастырылған сұраққа жауап беретін боласыңдар. Ал сұрақ қойышы топтың тілшісі дайын екен? Келе ма? Тыңдаушы топқа осы шығарманың мазмұны бойынша өзіңнің дайындаған сұрақтарыңды қоя ғой. Қол көтеріп жауап береміз, оқушылар. Дэнни шайқаста басында Ривераға не деді? Қасына ара, қол көтерген оқушының. Дэнни шайқастың алдында Ривераға әй Мексика ұлы деп айтқан. Сыбырлап сосын кішкене күліп тұрып. Оны менсінбен, е? Кекесінмен сөйлен, е? Өте жақсы. Келесі сұрақ. Ривера не үшін шайқасады? Ривера өзінің ауылы үшін, өзінің Мексикасы үшін шайқасады. Өйткені Мексика өзінің ауылы, Ривераның туған ауылы мүшкіл Мүшкіл кейде болады. Өмір кешкен екен, жақсы. Ал оқушылар, келесі тапсырмамыз ойлан, топтас, тап деп аталады. Бұл шығармада сіздер оқиға сюжетін мына жерде берілген атауларымен сәйкестендіру керек. Бұл жұптық жұмыс екі-екіден орындаймыз. Нокаутқа жіберуі. Ал оқушылар жұптық жұмысты орындап болған болса, түгел тақтаға қарай өзіміздің жұмысымызды дұрыс жауаппен тексерейік. Дәл осындай жауап шығу керек сендерде. Тексерейік қане. Өзіміздің жұмысымызды тексерейік. Қазір мен бағалау парақшасына сендердің балдарын қоятын боламын. Кімдікі дұрыс? Түгелі. Кімдікі түгел дұрыс? Апай дұрыс. Түгел дұрыс па? Тағы да кімдікі түгел дұрыс? Түгел дұрыс па? Олай болса, шығарманың идеясы мен тақырыбына тоқталайық. Шығарманың тақырыбы не жайында болды? Кім айтады қане? Ал, ата ойнап. Ривераның жеңісі туралы және Ривераның отан үшін келгені туралы. Жақсы, тағы да кім? Жауап беретін оқушылар ма? Ал, айта ғой. Ривераның намысты ақшаға сатпау үшін елінің қамын ойлағаны, әділдікке сенгені. Бұның барлығы шығарманың негізгі басты идеясы болып табылады. Оқушылар, келесі жазылым тапсырмасы концептуалды кестені толтырыңыз. Яғни бұл жеке жұмыс болып табылады. Бірінші баяндаушы топ Ривера. Осы Ривера деген кейіпкерді аласыңдар да, оның портреті қандай, іс әрекеті қандай, соны жаза қоясыңдар. Бірінші баяндаушы топ 5-еу. Ары қарай келесі топ Дэнни, ол қандай адам, және оның шығармада іс әрекеті қалай көрінді, соны жазасыңдар. Ал үшінші тыңдаушы топ Келли. Келли деген кім еді? Тренері еді. Сол қандай адам, оның қандай іс әрекеті арқылы оның қандай адам екендігімізді көре алдық. Соны жазып шығамыз дәптеріңізге. Оқушылар, бүгінгі тақырып түсінікті болса, маған кері байланысқа мына тапсырманы тез жазып бере қойыңдар. Бұл жерде сіз үйренген 4 нәрсе, сіз бұрыннан білетін 3 нәрсе, көбірек білгіңіз келетін 2 нәрсе, және есте сақтау келетін ең маңызды бір нәрсені жаза қойыңыздар. Сабақтың мазмұны бойынша, бүгінгі түсінген тақырыптар бойынша. Тапсырманы орындап болсақ, енді жауабын оқып шығайық. Қане, кім бастайды? Бастайық. Риверадан бастаймыз, е? Батыр адам, әділеттілікті қалайтын адам. Іс әрекеті елімді кедейліктен алып шығамын деген мақсатын орындады. Өте жақсы. Дэнни сарай арқылы сызады. Ол үмітті ақша төлемес еді, бірақ онысы сөз.
иә дұрыс айтады, өте жақсы. Келесі топ Мағжан. арам ойла ақша қылған жиен бар. Ривераға ақша ұсынуы. Бұл өзіне жеңіс тілеуі. Арамдық әділетсізге жақын болу. Дұрыс айтады, өте жақсы. Тағы да кім оқиды? Инабат оқи ғой. Келли, Дэннидің тренері, әділетсіз, өзімшіл адам. Бәрін ақшамен шешеді. Ривераның жеңілуі үшін ақша ұсынған. Оқушылардың аударындағы кері байланысты маған тезірек жазып, маған қайтадан өткізе қойыңдар. Мен бір қарап шығармын. Бүгінгі сабақ бойынша мына бақылау парақшасындағы сендердің балдарыңдай шығайын жинаған. Рауф Мағжан өте жақсы қатыстың, 9 балл. Алдияр өте жақсы, 7 балл. Сұлтанов Әсет 9 балл. Бүгінгі сабаққа белсене қатысқандарыңыз үшін оқушылар сендерге үлкен рахмет. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңыздар.